Сондай-ақ мәжіліс депутаттары бүгін митинг туралы заң жобасын Сенат енгізген толықтырулар мен ескертулерді ескере отырып қайта мақұлдады. Қызу талқыға түскен құжатта не өзгерді? Тілшіміз айтсын. Бүгін мәжіліс депутаттары митинг туралы заң жобасын осымен екінші мәрте бекітті. Өйткені алғашында құжатты мақұлдап Сенатқа жібергенмен, ондағылар заң жобасын шикі деп кері қайтарған еді. Әрі бейбіт шерулер туралы заң жобасының қазақша нұсқасында 100 деген әріп қатесі болған. Сол үшін кем-кетікті түзеп, толықтыруларды енгізген мәжілісмендер құжатты қайта қарады. Заң жобасының жекелеген нормаларының құрылымын жетілдіру мақсатында түзетулер енгізілді. Комитет Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заң жобасына парламент сенаты енгізген өзгерістермен және толықтырулармен келісуді ұсынады. Жаңадан енгізілген өзгертулер заңды жетілдіре түседі. Яғни митинг ұйымдастырушысы мен қатысушыларға қойылатын талаптар азайды. Әрі шеруге тыйым салуға түрткі болатын нәрселер де кеміп отыр. Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент сияқты ірі қалалардың орталық алаңдарында да шеру өткізу мүмкіндігі қарастырылған. Либералданған заң жобасы деп айтуға болады. Яғни, егерде халықаралық шетелдік заң осындай заңнамалармен салыстыратын болсақ, сол жердегі нормаларда осы қазақстандық заң жобасында айқын көрініс тауып отыр. Және де бұл жерде барлық айтылған осыған дейінгі сын пікірлер ескерілген. Жалпы митинг туралы заң жобасына сәйкес, жиналыс, пикет, митинг пен түрлі шерулерді өткізу үшін ешкім рұқсат алып жүрмейді. Тек әкімдікті 2 апта бұрын ескертсе жеткілікті. Әрі митингке қатысатын адам санына шектеу жоқ. Десе де шеруді арнайы орындарда өткізу керек. Айта кетерлігі, митинг туралы заң президенттің тапсырмасымен өзгертіліп отыр. Құжат қабылданбас бұрын халықаралық сарапшылар мен қоғам белсенділерінің талқылауынан өткен. Бұл азаматтық осындай жаңағыдай қоғам тарапынан немесе халық тарапынан талқылануы, ол жаңағыдай заңның сапасын ары қарай жетілдіруге мүмкіндік береді. Бұл әрине жақсы үрдіс. Бұл елдегі заңның жаңағыдай үрдісіне, заңды дайындау үрдісіне халықты тарту, оның азаматтың белсенділігін тартуға әкеліп соғады. Ал сенаторлар митинг туралы заң талап тілектерді билікке жеткізудің маңызды құралы болатынына сенімді. Осы арқылы азаматтар өздерінің белсенділігін арттыра алады дейді. Действующий закон был принят в марте 1995 года. Қолданыстағы заң ескірген сонау 1995 жылы қабылданған еді. Енді жаңа митинг туралы заңды қабылдап, Қазақстанда жүргізіліп жатқан халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы сәтті іске асып жатыр деуге болады. Біраз уақыт қос палатаның ішінде айналып жүрген заң жобасын енді сенаторлар мақұлдауы тиіс. Сөйтіп маңызды құжат президенттің қарауына жіберілмек.